Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Маниға. Бүгін сіздерге сгущенкадан пирог дайындаудың тәсілін көрсететін боламын. Өте дәмді, нәзік болып шықты. Арасы толық піскен және менің видеоларымды жібере алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. 4 жұмыртқамызға шекерімізді 3 бөлікке бөле отыра миксерлейміз. Әбден әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Шамамен миксерлеу уақыты 10 минуттай. Жақсылап көпіртіп аламыз. Және үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сгущенкамызды құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Және ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып 3 бөлікке бөле отыра миксерлейміз. Міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмауымыз керек, әйтпесе массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп салыңыздар. Біздің массамыз дайын болды. Енді ыдысымызға құямыз. Ыдысыма осындай пергамент қағазын төседім. Енді массамызды құямыз. Енді кішкене тегістеп аламыз. Және 150 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Менің пирогым дайын болды. Мен осындай қызғылт қылып пісірдім. Ашық қылып пісірсеңіздер де болады. Маған осы цвет ұнады. Және де бетіне сгущенкамызды жағып әсемдейміз. Және әсемдікке бетіне кунжут септім. Біздің пирогымыз дайын болды. Керемет болып шығады. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Арасын кескенде өте нәзік. Және толық піскен. Міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін күнде жасайтын боласыздар. Осындай болып піседі. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп қойыңыздар. Ас болсын.